Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге Facebook'тың жеке аккаунты блокқа түспеу үшін қандай шараларды қолдануыңыз керек, сол туралы қысқаша ақпараттар беретін боламын. Видео сіз үшін пайдалы, сондықтан да соңына дейін көріңіз. Достар, қазіргі таңда Facebook'тың жеке аккаунтының блокқа түсуі жиі кездеседі. Оның басты себептерінің бірі ол қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтамаудан келіп туындайды. Сондықтан осы видеода мен сіздерге сол қарапайым ғана бір функцияны көрсетемін. Егер де сол функцияны орнатып алатын болсаңыздар, онда кез келген құрылғыдан, кез келген IP адрестен кірген кезде сіздің жеке аккаунтыңыз еш блокталмайды. Жеке аккаунтыңызға кіргеннен кейін үстіңгі оң жақ бөлімде төмен қарай бағытталған бағдаршамның ішінде настройки бөлімі бар. Астынан санағанда міне екінші тұр. Сол настройки бөліміне өтіңіз. Настройки бөлімінде сол жақ қапталынан санағанда общий деп басталатын арнайы мәзір жолағы бар. Осы жолақтың ішінде міне безопасность и вход деген арнайы бөлім бар. Осы бөлімге өтіңіз. Безопасность и вход. Бұл өте маңызды бөлім. Бұл жерде астына қарай түсетін болсаңыз, мына жерде двухфакторовая аутентификация деген бөлім бар. Екі факторлы аутентификация дегеніміз, бұл сіз әр кез құрылғыдан шыққан кезде, болмаса басқа құрылғыдан өз аккаунтыңызға кіруге тырысқан кезде сізге смартфоныңызға ескертпе келеді, яғни мына құрылғыдан кіру орындалды, сіз бе деп сұрайды. Екіншіден, осы жерде көрсеткен телефон нөміріңізге автоматты түрде SMS код келеді. Сол SMS кодты енгізбейінше және смартфоннан рұқсат бермейінше басқа құрылғыдан кірген біреу сіздің жеке аккаунтыңызға өте алмайды. Бұл өз жеке аккаунтыңызды сақтаудың ең тамаша жолы. Осы екі факторлы аутентификация бөліміне өтіңіз. Бұл жерде міне ең бірінші тұрған мына использовать двухфакторовую аутентификацию деген бар. Менікінде қарасаңыздар міне вкл деген тұр, яғни ол включенный, қосылулы тұр деген сөз. Ал сіздерде выкл деген тұруы мүмкін. Выкл деген яғни қосылмаған деген сөз. Сондықтан сізге бұны қосу керек. Қосу үшін редактировать батырмасын басыңыз. Сізді Facebook осы бетке арнайы бағыттайды. Міне менде двухфакторовая аутентификация включена деп тұр, включить деген, выключить деген тұр. Ал сізде керісінше включить деген тұрады бұл жерде. Сол включить батырмасын басқан кезде сіз Facebook'тың екі факторлы аутентификациясын белгілі бір нөмірге байлайсыз. Міне мына жердегі нөмірді енгізу ұсынылады сізге. Менің ұсынатыным сол Facebook'қа тіркелу барысында немесе контактысына енгізген нөміріңізді енгізіңіз. Сол нөмірге автоматты түрде SMS келеді. Сол нөмірді енгізу арқылы осы жерге міне сізге SMS жіберетіндей жағдайды жасап қоюға болады. Егер осыны жасап қоятын болсаңыз, онда сіздің жарнамаңыз, Facebook'ыңыз ешқандай блокқа түспейтін болады. Бұл кеңес өте маңызды кеңес, сондықтан да бұл кеңесті міндетті түрде қазір кірісіп орындап қойыңыз. Одан кейін тағы да бір айта кететін мәселе, қайтадан настройки бөліміне өтейік. Екінші бір мәселе бар, міне осы общий бөлімінде контактный информация деген бар. Контактный информацияны редактировать батырмасын бассаңыз, сіз осы жерге тіркеген электронды почтаңыз, телефон нөміріңіз, сол ақпараттарыңызды көре аласыз. Егер де телефонмен тіркелген болсаңыз Facebook'қа міндетті түрде осы бөлімге өтіп, міне добавить другой электронный адрес или мобильный телефон дегенді басып, осы жерге электронды почтаңызды енгізіп қойыңыз. Егер де сіз телефоныңызды, пароліңізді ұмытып қалатын болсаңыз, Facebook сізге кейде SMS жібермей қалуы мүмкін. Тек қана арнайы кодты, 6 орынды саннан тұратын кодты осы жерде енгізген электронды почтаңызға жібереді. Сондықтан да осы жерге электронды почтаңызды міндетті түрде енгізіп қойыңыз. Бұл екі ақпарат сіздің жеке аккаунтыңызды қауіпсіз ұстауға, әрі ешқашан блокқа түспеуге кепілдік беретін болады. Достар, келесі видеоларда жүздескенше.